Барлығына сәлем. Бүгін қытайлық тамақ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл тамақтың аты жұмыртқа мен күріш деп аталады. Өте дәмді әрі тез жылдам жасалады. Ең алдымен күрішті бірнеше рет жуып, үстіне тұз салып, газға қойып пісіріп аламыз. Одан кейін сәбізімізді және болгар бұрышын және пиязды майдалап турап аламыз. Қызған табаға кішкене ғана май құйып, үстіне пияз салып 1 минут қуырамыз. Туралған сәбізіміз бен бұрышымызды да саламыз. Орташа отта осылай қуырамыз. Қуырылып атқан уақытта 2-3 жұмыртқаны жарып, үстіне кішкене сүт құйып, тұз салып, біркелкі болғанша шанышқымен араластырып аламыз. Адам санына байланысты көлемдерін де көбейте бересіздер. Жұмыртқамызды салып, тез жылдам араластырамыз. Қалауыңыз бойынша консервідағы жасыл бұрышты салсаңыз болады. Одан кейін жақсы піскен күрішімізді салып араластырамыз. Қытайда ешқандай тұз қолданбайды, олар оның орнына сою соусын қолданады. Ол пайдалы, тұздан қарағанда әрі ерекше бір дәм береді. Сою соусында салдым. Неге тез дайын болған? Түскі немесе кешкі асымыз дайын болды. Тез сіңімді, жеңіл әрі майсыз тамақ. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.